Ассалаумағалейкум, барша мұсылман қауым, сіздерді келіп жеткен құрбан айт мерекесі құтты болсын. Ал енді көршіміз Өзбекстан халқының бүгін өте құрбан айт мерекесіне тұпа-тұс келіп, сіздерді өте қуанышты жаңалықпен құттықтаймыз. Сіздердің осы 2026 жылғы әлем чемпионатына футболға қатысуға жүлде алғандарыңызға қуаныштымыз, құттықтаймыз. Сіздерге әрқашан қолдау көрсетеміз, көрші болғандықтан. Енді Өзбекстан халқын әлем мемлекеті көріп жатады, көреді. Әртүрлі салалар арғата дамиды деп ойлаймын. Туризм саласы, енді көп адамдар ағылып келіп жатады. Осы Хусанов Аббастың келуімен, соның командасымен осындай үлкен жеңіске жетіп жатыр. Алла күш қуат берсін сіздерге. Орта Азиядан енді осындай үлкен дәрежеге жетіп отқан біз қатты қуанып жатырмыз. Енді Мексика, Канада, Америка деген қалаларға барып, мемлекетке барып, енді ойын көрсетесіздер. Алла қаласа, бұл ойындарды дүние жүзі көреді. 4 миллиардтан астам қаралым көріп жатқан осындай футболдарды бізде Алла қаласа өзіміздің телеарнадан көретін боламыз. Сіздерге әрқашан қолдау көрсетеміз. Арғата дами беріңіздер. Әлем чемпионынан чемпион болыңыздар. Біз қазақ елі әрқашан қуаныштымыз. Осындай жетістікке жетіп жатса көршіміз. Осы видеоны көрген өзбек бауырлар лайк басыңыздар, таратыңыздар. Баршаңызды құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Жақсы, келесі кездескенше баршаңызды құттықтаймын. Құтты болсын. Қуаныштымыз, қуанып отырмыз.